Құралай болды енді. Өзіңді қолға алып, алдағы уақытта қалай өмір сүретініңді ойла. Алдағы уақытта мен мүлде өмір сүргім келмей отыр, түсінесіз бе? Құралай, олай деме. Сенің балаларың бар. Олар сенен басқа кімге керек? Арманның жаңа әйеліне ма? Ол 1 минутта ойланбастан мысықтар секілді далаға қуып шығады. Ал маған сенбе, менің бір аяғым төрде, бір аяғым көрде жүрген адаммын. Бүгін бармын, ертең жоқпын. Сол себепті жинақтал. Бұл да бір Алладан келген сынақ болар. Қайырлысы бар шығар. Ер адамның барлығы осындай қорқақ. Кішкене қиындық болса, алда артына қарамай қаша жөнеледі. Сен мықтысың, ақылдысың. Бұл сынақтан да сүрінбей өтесің. Рахмет сізге. Арманға жақтаспай, маған босылып, бізді далаға қуып шығуына жол бермегеніңіз үшін рахмет, анашым. Деп Құралай енесін құшақтап алды. Сіздерді мен ешкімге ренжітуге жол бермеймін. Тіпті туған балама да. Мен тірі тұрғанда сендер далада қаңғып қалмайсыңдар деп енесі келінін қолдады. Екеулеп жүріп балаларды жатқызып, айран ішіп екеуі де ұйықтауға өз бөлмелеріне кетті. Құралай бірақ түнімен ұйықтай алмай қайта-қайта оянды. Енесі де Құралайға алаңдап түнде 1-2 рет келіп бөлмесінен сығалап қарап кетті. Азанда Құралай өз-өзін қолға алып, таранып, жуынып, таңғы ас әзірлеуге кірісті. Енесі де келіп көмектесті. Екеулеп жүріп, балаларды оятып, таңғы астарын беріп, үлкенін мектепке, кішісін бала бақшаға апарып тастады. Құралай жұмысқа тұрамын деп шешіп, өзінің бұрынғы жасаған жері ауылдық әкімдікке барды. Бағына орай хатшылықтың орны бос екен. Басшылықпен сөйлесіп, ертеңнен бастап жұмысқа кірісетін болды. Құралайдың кезінде қалай жұмыс жасағанын барлығы білетін. Өзіне жүктелген міндетті Құралай өте тиянақты орындайтын, уақытынан кешіктірмей, сапалы, сауатты атқаратын. Сол себептен де басшылық оны қуана-қуана алды. Осылайша айлар өтті. Балаларды енесі қарайтын. Балалар мен үй шаруасына Құралай еш алаңдамайтын. Ауылдық жер болғандықтан барлық ауыл тұрғындары бұл үйде не болғанын жақсы білетін. Бірнеше ай хатшылықта жасағаннан кейін басшылық Құралайға жаңа лауазым ұсынды. Хатшылықтан көмекшілікке ауысуын сұрады. Айлығы да көбірек, қалаға да жиі баратын болады. Балаларға қарайтын енесі бар кезде бұл жұмысты да көрейін деп шешті Құралай. Содан көп ойланбастан Құралай келісім беріп басшының көмекшісі атанды. Жарты жыл өтті. Осы жарты жылда Арман тек 1 рет қана келді. Онда да үйде Құралай жоқ кезде келіп, балалармен кездесіп, оларға сыйлықтарын табыстап кетіпті. Ай сайын ақшаны ағасы арқылы беріп жіберіп тұрды. Құралай ақшаны үнсіз қайын ағасынан алып қалып қобдишаға сала берді. 1 тиынын да салмады. Құралай бұл ақшаға ештеңе сатып алғысы келмеді. Арманға ренжігені сонша, тіпті оның берген ақшасында рахатына пайдалана алмады. Сен неге олай жасайсың? Ол ақшаларды ол балаларға берді ғой. Балалардың керек жарағын сол ақшадан неге алмайсың? Түптеп келгенде ол оның міндеті деп енесі ойын айтты. Білем, анашым. Бірақ осы ақшаларды, шын айтсам, қайын ағамнан қолын қайтармайыншы деп қана әрең аламын. Бірақ одан кейін тіпті қолыма да алғым келмейді. Әзірге шүкір барлығы жетіп жатыр ғой. Тамағымыз бар, киіміміз бар. Айлығым толық шығындарымызды жауып тұр. Деп Құралай өз сезімдерімен бөлісті. Осылайша айлар өтті. Жаңа жылда жақындап қалды. Құралай жаңа жылға сақадай дайын еді. Себебі жұмыс барысымен қалаға барған сайын балаларына ойыншықтар мен керек жарақтарын алып келетін. Кейбір заттарды үйге алып келмей жұмысқа қалдыратын. Бұл оның жаңа жылға дайындаған сыйлықтары болатын. Енесінде де ұмытпай оғанда әдемі орамалдар алып, балаларына қымбат ойыншақтарын алып қойған болатын. Өзіне де әсем көйлек алған. Тек бұл отбасының жаңа жылдық бір дәстүрі болатын. Жыл сайын орманға барып, балалармен бірге жүріп шырша таңдап, соны кесіп үйге алып келетін. Дүкендегі шырша емес, табиғи шыршаны қондыратын. Биыл енді Арман жоқ. Ал балалар үшін шырша міндетті түрде керек. Осы мәселені ойлап Құралай бастыққа кіргісі келген. Одан көлікпен бір жұмысшы сұрауды жоспарлап жүрген болатын. Алайда демалыс күні үйге ойламаған жерден Арман кіріп келді.
Балалар қуана алдынан жүгіріп шықты. Арманмен бірге барлығы бір дастарханда отырып таңғы ас ішті. Бір кезде Арман балалармен шырша қарап, орманнан шырша алып келгісі келетінін айтты. Балалар қуанып анасы мен әжесі қарады. Анашым, балаларды алып орманға барып қайтсам бола ма? Деп Арман балаша анасынан рұқсат сұрады. Әрине, болады. Тек балаларды қалыңдау етіп киіндіріп ал деп анасы рұқсатын берді. Содан үшеуі орманға барып қалаған шыршаларын үйге алып келді. Бірден безендіруге көшті. Өткен жылдан қалған ойыншықтарын іліп, артынша қағаздардан ойыншықтар жасап балалар мәре-сәре болды. Бұл көрініске қарап, Құралай бұрынғы бақытты күндерін сағынып кетті. Балалардың мәз-мейрам болған күйлерін көріп, Құралай ұрлана күйеуіне қарады. Иә, күйеуіне. Себебі Арман мен Құралай әлі де заңды некеден. Екеуі де сотқа ажырасуға арыз бермеді. Құралай Арман береді деп, Арман Құралай берсін деп әлі жүр. Қазіргі таңда Арман азып тозып кеткен. Сақал мұрты өсіп арықтап, олпы-солпы киініп кеткен. Күлтешесінің қалтасы жыртық, шашымай. Жағдайы болмай жүргені көрініп тұр. Кеш батты. Арман кетуге жиналды. Бірақ кеткісі келмей тұрғаны біліп тұр. Құралай кешкі асқа шақырама деген үмітпен Құралайға қарап еді. Онымен Құралай, жақсы, сау бол. Шырша үшін, балаларды қуантқаның үшін рахмет. Деп балаларды алып жатын бөлмесіне кетіп қалды. Арман анасымен қоштасып, бір күрсініп, басы салбырап үйден шығып кетті. Бұл түні Құралай ұйықтай алмай шықты. Күйеуін, бірге өткізген күндерді сағынғанын өз-өзіне мойындады. Бірақ намыс жіберер емес. Сол себепті де ол Арманға ештеңені білдіртпеді. Тәтті естеліктерін сара бұзды. Ойын сол қызбен қол ұстасып кеткені, Құралайдың күні түні жылағаны есіне түсіп, сағынышы су сепкендей басылды. Бірақ сол күннен кейін Арман үйге жиі келетін болды. Ауылда жер үйдің шаруасы бітсін бе, біресе аула жөндеймін деп келеді. Біресе мал қораны ысылаймын деп келеді. Әйтеуір жиі келетінді шығарды. Алайда Құралай жұмыста болған кезде ғана келетін. Құралайдың көзіне көп көрінуге ұялады. Қарауға бет жоқ. Құралайда Арманды көрсе, басын изеп амандасқандай болып қасынан өте шығады. Содан кейін тіпті оны елемейді, тіпті жоқ адамдай санайды. Бір күні Арман тағы келді. Бірдемені сылтаулатып, үйге кіріп құралдарды алды. Сен бала кел отыр, деп анасы дастархан басына шақырды. Сен бала соңғы кездері жиі келгіштеп кеттің ғой. Сенің жас келіншегің саған дұрыс қарамай жүрме. Әлде махаббаттарың басылды. Жоқ, анашым, мен балаларды жиі көргім келіп келгіштеп жүрмін. Оның үстіне үйде ер адамның жұмыстары көп. Сіздерге ауыр болатыны біліп, көмектесу мақсатында келіп жүрмін ғой. Деп Арман барынша ақталды. Сені туған менмін, өсіргенде менмін. Мен сені бес саусығымдай жақсы білемін. Тікесін айт, не болды? Неге келгіштеп кеттің? Деп анасы Арманды қыспаққа алды. Екінші бөлімнің соңы. Құрметті тыңдарман, келесі бөлімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Үшінші бөлім жақын күндері шығатын болады. Біздің каналдың тыңдарманы болғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіздің ойыңызша әңгіме қалай өрбиді? Комментарийге ойыңызды жаза кетіңіз.